Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге атақты оливье салатын дайындайтын боламыз. Видеоны қарамас бұрын каналға тіркеліп қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Сонымен салатымызды жасауға кірісейік. Салатқа қосылатын бүкіл ингредиенттерді алдын ала қайнатып аламыз. Картоп пен сәбізді толықтай пісіру керек, бірақ тым қатты қайнатуға болмайды. Картоп пен сәбіз езіліп кетпеу керек. Ең алдымен 4 картопты осы видеода көрсетілгендей көлемде турап аламыз. Картопты турап болған соң 300 грамм шамасындағы тұздалған қиярды тураймыз. Тұздалған қияр оливье салатына ерекше дәм береді, міндетті түрде қосыңыздар. Қиярдан кейін 300 грамм шұжық тураймыз. Менде копченый шұжық, сіз кез келген шұжықты қолдансаңыз болады. Шұжықты да 4 бұрышты етіп ұсақтап турап шығамыз. Екі сәбізді тураймыз. Толығымен қайнап піскен 6 жұмыртқаны да 4 бұрышты етіп турап шығамыз. Барлық ингредиенттерді турап дайындап болған соң, осындай шұңғыл үлкенде ыдысқа саламыз. Бір банка көлеміндегі консервленген және суынан ажыратылған жасыл горох саламыз. 280 грамм немесе 3-4 ас қасық майонез салып, жақсылап араластырамыз. Бұл салаттың құрамында тұздалған қияр көп болғандықтан тұз салудың қажеті жоқ. Біздің оливье салатымыз да дайын. Өз қалауларыңыз бойынша укроп турап салсаңыздар да болады. Сіздерге рецепт ұнады деген ойдамын. Достарыңызбен бөлісіп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін көп рахмет. Келесі кездескенше.